Түлкі мен құр. Ертеде бір қу түлкі болыпты. Ол үнемі өзінің алдамкөз қулығы мен момын жануарларды алдап жеп күн көреді екен. Күндердің бірінде тамақ тауып жей алмай әбден ашығып, тоғай аралап келе жатып, ағаш басында отырған құрға кезігіпті. Түлкіге осы құрды алдап жейін деген ой келеді де, құр отырған ағаштың төбіне келіп сайқалдықпен: «Құрметті Құреке, амансың ба? Көрмегелі көп болды. Сіздің үнемі амандағыңызды тілеп жүрмін. Қазір біздің бұл маңдағы жан-жануарлар арасында өте жақсы өзгеріс болды. Бері түс, біраз әңгімелесейік», депті. «Мен естігем жоқ қой, бұл маңдағы жаңалықтарды. Жерге түскенде маған тиісіп жүрмессің», депті құр. «Құреке-ау, о не дегеніңіз? Жан-жануарлар бір-біріне тиіспеуге тоқтам жасасқанына бүгін 3 күн болды емес пе? Бұл тоқтамға мен де бармақ бастым. Кімде-кім бұл тоқтамды бұзса, оған өлім жазасы берілетін болды. Сол тоқтамға бағынбасақ болмайды ғой. Біз де бір-бірімізге қастық ойлай бермей, бірге тұрып, бірге жүріп, тұрмыс кешірейік», деп алдай бастапты қу түлкі. «Түке, сенің айтқандай болғанда өте жақсы екен. Бұл хабарды мен естімеген екенмін. Ендеше жерге түсейін», деп құр ыңғайлана бергенде: «Құреке, ондай болса сіз жерге түсерден бұрын төңірекке бір көз жіберіңізші. Нелер көрінеді екен?» депті қу түлкі жан-жағын күдіксіздендіру үшін. Құр айналасын шолып қараса бір топ аңшы көрініпті. Тауда бір топ адам келе жатыр. Бүркіт алғандары, мылтық асынып, таз ерткендері бар. Дей бергенде қу түлкі кетуге ыңғайланып тықырши бастапты. Түлкінің қулығын сезген құр: «Тазы ертіп бүркіт көтерген адамдардың келе жатуы қалай? Жаңағы сенің жан-жануарлар бір-біріне тиіспейтін болып тоқтам жасасты дегенің қане?» дейді. «Бұлар тоқтамды естімей қалған болу керек», деп алдамкөздігі мен өтірігі әшкереленген түлкі артына қарамай зытып беріп